көрдім мен де өлең, жазып та көрдім қара сөз, ертеме кешпе мен де өлем, өлмейтін тек қара сөз. Осылай жыр жазып, шығармашылық жолын ақындықпен бастаған Бердібек Соқпақбаев проза жанрында өшпестей із қалдырды. Қазақ балалар әдебиетіне өлшеусіз үлес қосқан ірі тұлға 1924 жылы 15 қазанда дүниеге келді. Кіндік қаны тамған жер Алматы облысы Нарынқол ауданы Қоскөл ауылы. Әкесі қоңыр тірлік кешкен қарапайым жан еді. Оқымаған жан болса да, ауыз әдебиеті үлгілерін көп білген деседі. Қатал тағдыр бала Бердібекті аяған жоқ. Бұғанасы қатаймай жатып, анасынан айырылды. Ол кезде Бердібек атамыз небәрі 8 жаста еді. 8 жасымда шешем өліп, жетім қалдым. Колхоздастырудың алғашқы жылдары ең бір қиын кез. Осы күннің өзінде жүрегім қарс айырыла жаздайды. Япырау, қалай тірі қалдым? Осы күнге қалай жеттім? Нағыз итжандының өзі екен мынау деп таңданамын. Қатал тағдырдың теперісін қанша көргенмен, о сонша батылдана түсті. Оның әдебиетке құмарлығы, жазуға деген ынтасы түбінде ұлы жазушыға айналдырды. Шығармашылығын ақындық жолмен бастаған жазушымыздың 1950 жылы Бұлақ атты алғашқы өлеңдері жарыққа шықты. Авторлық сезімдердің ерекше сенімділігі мен шынайылығы ерекшеленген жинақ бірден өз оқырмандарын тапты. Көп ұзамай Соқпақбаев прозада да бағын сынап көрді. Жазушының тарихы күрделі емес, бірақ қазақ ауылының өмірі мен тіршілігінің көлемді бейнесі суреттелген 16 жасар чемпион Бақыт жолы өзін туралы повестері тек жасөспірімдердің ғана емес, сонымен қатар ересек оқырмандардың да жүрегінен орын тапты. Қыздар айнаға қарап сыланған сайын өздері сұлу көрініп мәз болады дейді. Ал мен үшін түрім болса мынау. Тым болмаса атымды да келістіріп қоя алмапты. Менің атым Қожа. 1967 жылы фильмдердің Кан қаласында өткен халықаралық фестивалінде Менің атым Қожа фильмі арнаулы жүлдеге ие болды. Сол арқылы жер жүзінің киносүйер қауымы қазақ елінде кино өнерінің бар екендігіне көз жеткізді. Қазақстанның табиғаты мен болмысын білді. Фильмнің шыққанына жарты ғасырдан асса да көрерменін жалықтырған емес. Ал осы фильмнің сценарийін Бердібек атамыз өзі жазған еді. Поэзия мен прозаны қатар жазатын жазушымыз талантты сценарист бола білді. Повест Алматыда біраз қиналыспен басылды. Балаларға бұл кітап қандай тәрбие бермек деп алая қарағандарда аз болған жоқ. Орысша қолжазбаны баспа өзіме қайтарып берді. Қожаның тұсауын Москва кесті. Кино түсірілді. 1967 жылы Кан фестивалінде бас бәйгені жеңіп алды. Көргенін көркем суреттеп, жан бітіретін қасиетінің арқасында балалар мен жасөспірімдерге арналған 20-дан астам әңгіме повестер мен бірнеше роман жазған. Балалық шаққа саяхат, Менің атым Қожа балаларға арналса, Бозтөбеде бір қыз бар жасөспірімдерге, өлгендер қайтып келмейді, ересектерге арналып жазылған. Жазушының шығармашылығының құнды болуы оның шыншылдығы. Әрбір туындыдағы кейіпкерлер өзі немесе өзі көрген адамдар болатын. Оның балалық шаққа саяхат шығармасынан өлгендер қайтып келмейтініне дейін оқысаңыз, Бердібек атамыздың өмірімен танысқандай боласыз. Құрметті оқырмандар, бір ел бір кітап республикалық акциясы аясында Бердібек Соқпақбаев атамыздың шығармаларын бірге оқиық.